бұған негізі сұраныс өте көп. Даже Россияға да не жіберген уақытымыз болған. Оны санап несіне жете алмайсыз. Например, 3 үйдің 2-еуі тандырнан жауып жейді. Мысал үшін, өзіміз ауылда тұрамыз. Бұл бір топырақпен болмайды. Оған 2-3 түрлі топырақ қосылады. Қазақстанның бәр жеріне біз жібереміз деп мен айта аламын. Одан басқа бағанағы айтып өткенде Россияға жібергенімізде болған. Бастағанымызға уже 15-20 күндей болып қалды. Шыққан заказдарыңыздан да дайындандым десек алып кетіп. Оны әшін топырақтан қысаңыз да болады, лекін ондан кесек беріп барады да. Қамырды қандай илесеңіз, бұны құдды дәл үстінде илесіз. Қанар қапты көрген сары қаплар боларды бұрын. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Руслан Қасымбеков, бизнеске бағыт каналына қош келдіңіздер. Көрмей жатып видеоны löpіл басып кетіңіздер, өйткені löпіл басатын болсаңыздар, басқа адамдардың да көбіне ықпалын тигізесіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі кәсібіміз өте ерекше кәсіп, тандыр кәсібі. Тандырда піскен нан тәтті болады. Қазір тандырдан не только нан, басқа да грильде пісіреді, самсада пісіреді. Осы тандырды қалай істеліп жатқанын, қалай іске қойылып жатқан бәрін қалай орнататынын да бәрін көрсетіп беремін сіздерге. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Кеттік. Так, достар, бүгінгі кейіпкеріміз біздің осы тандырдың жауып жатқан егесі. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз, әке. Есімім Бибігүл болады. Келес ауданының тұрғынымын. Осы жұмыспен айналысып жатқанымызға міне уже 12 жыл, 14 жыл төңірегінде болып тұр. Аллаға шүкір, әйтеуір осының арқасынан бала шағамыз жаңағыдей жұмысымыз, кәсібіміз осы деген сияқты. Бұл жұмысқа енді келіп қалай бастауымыздың себебі, мысал үшін мынау самса тандыр деп айтылады. Қазіргі білсеңіздер, кез келген кафе, даже ресторандардың алдында самса деген не бар. Сол сияқты айтпақшым өте өтімді не нәрсе. Әрі реткі нәрсе деп айтаман едеді. Бұрын енді естетін едік, өзіміз кішкентай кезде апаларымыз басушы еді тандырларды. Қазір енді ондай жағдайлар жоқ. Қазіргі әйтеуір өзіміз осы жұмысты істеп, енді кәнекей жастар үйреніп істеп жатсақ, бұдан да бұны нені көбейтсек, бұған негізі сұраныс өте көп. Даже Россияға да не жіберген уақытымыз болған. Бізге келеді, көріп кетеді, салып жібереміз. Пойыздарға салған уақытларымыз болған, Москваларға дейін. Енді бәр жерде тандыр бәрібір, тандыр нандан бәр басқа болады деген сияқты. Осы жұмыс, осы нәрсемен айналысқанымызға уже міне айтқандай біраз жыл болды. Бұған келіп бастауымыз себебі мен өзім келін болып түскеніме, осы неге өзім күйеуім отбасына келін болып түскеніме 20 жыл болды. Сол 20 жылда одан алдын менің қайнатам бұл жұмыспен айналысқан. Ол кезде енді Өзбекстаннан алып келіп сатушы еді, жолдар ашық болған. Қазіргі уақытта енді жолдар мынандай, осы жерде істеп, осыны үйреніп, бала шағамыз, інім, күйеуім бәріміз жабылып, осы жұмысты дамытып дегендей, осыны жұмыс істеп жатырық. Түсінікті. Осылай бола ма? Саған айтқан жоқ, мен достарға айтадым да, оқырмандарға. Көп сана бір-екі видеода жазып кетті. Сөзді көп бөлесін, сұрақты қоймайтын жерде қоясың деп. Негізі сұрақ өзі ютубтың да өзі уақыты болады ғой. Шлей көп нені созып жіберсең де уже кино болып кетеді. Астананың осыны не керектің бәрін сұрақ қойылып жатыр, түсіріліп жатырмыз. Енді әпке, бұл кәсіпті істеп жатқанға не жыл болып қалды? Ровно 12 жыл болды. 12 жыл болды, осы 12 жыл ішінде қанша тандыр істелді? Жоқ, оны санап несіне жете алмайсыз, например. Потому что бұл мынаның өзі қазір біздер енді көктем болды да, жаңағыдай массовый сезонымыз енді бұдан былай басталып жатыр. Бұл дегенім ауылда өзіңіз білесіз, қалада тандырды бүйтіп жауа берді. Ауылда кез келген 3 үйдің 2-еуі тандырнан жауып жейді. Мысал үшін, өзіміз ауылда тұрамыз. Біреу жаумауы мүмкін, өкіметтің жұмысында істесе, 2 үйге тандыр жауылады. Сол сияқты ол мен сатылған тандырды мен есебін айта алмаймын. Алла бірақ берекесін берсін дегендей, осы жұмыс болып жатыр. Бұл атадан жалғасы келіп жатқан кәсіп қой, иә? Мен қайнатам бастаған, мен өзім келін болғанда, ол жұмыспен айналысып жүрген, мен күйеуіме кәсіп болып қалып, міне Құда қаласа біз істеп жатырық, бұдан біз арқылы балам істейді Құда қаласа. Тағы сөйтіп кете беретін шығар да енді.
түсінікті. Ата баба кәсіп деген осы болатын шығар. Енді сіздің істеп жатқан мына жұмысыңыз көбінесе қай жақтарға сатылып жатыр? Өзіміздің сол Тек қана Қазақстан ба, или басқа жақтарға да кетіп жатыр ма? Қазақстан, в основном Қазақстан бәр жер деп айтайын. Қарағанды, Астана бәр жерге, мысалы үшін бұл нәрсе Астаналарда істелмейді. Ол жерде погода, топырақ тура келмейді. Міне өзімізде, мысалы үшін, бұл бір топырақпен болмайды. Оған 2-3 түрлі топырақ қосылады. Өзіміз бір несінің бөлегін қазығұрттан әкелеміз, бір бөлегін арыс жақтан әкеледі, әйтеуір камаз әкеліп қоямыз да. Сол сияқты бұл топырағы тура келе бермейді. Бұл Қазақстанның бәр жеріне біз жібереміз деп мен айта аламын. Одан басқа бағанағы айтып өткенде Россияға жібергенімізде болған. Ол жақта да тандырнан, самса деген сияқты. Су рөл ойнай ма, ойнамай ма? Су рөл ойнамайды көбінесе. Көбінесе в основном топырақ рөл ойнайды. Одан жүн қосылады, жаңағыдегі ол да ауылдан табылады негізі. Сол сияқты нәрсе да. Енді қазір мынау уже дайындалып қойған тандыр. Иә. Бірақ пісіп жатыр, иә, бұл? Иә, бұл енді өздігінен, мысалы үшін бұның өзіне жараса пинеті бар, бұны біреуін дайындауға 3 күн уақыт кетеді. Осы дайындалып, енді бұл клиентке дайындалып жатыр, уже почти тұрып дайын. Бұл заказ уже, заказ. Бұл уже бәрі қазір. Бұдан басқа неше заказ бар? Бастағанымызға уже 15-20 күндей болып қалды. Шыққан заказдарға заңда дайындандырым десек, алып кетіп. Міне бұл дайын. Тағы 2 күн үстіп, бұны қатты жағылмайды. Күні-түні бұнда пинеті. Түнде де тұрып жағамыз. Штеп қойып, үстіп жағылады. Пісу керек деген сияқты. Бұл анау отты қатты жақсаңыз, іші жарылып кетіп, неғып болмайды. Бұл өзі жай үстіп пісу керек. 3 күн үстіп жағылады. Күні түнде де хабар алып жағылады, жаңағыдегідей. Сол сияқты кейін клиентке дайын деп звондаймыз, клиент алып кетеді. Енді достар, негізі тандырға піскен нан тәтті ғой. Баяғыда әжеміз пісіріп береді, енді өзімде ауылда өстім ғой. Тандырған піскен нанның өзі дәмі де ерекше болады ғой. Енді осы тандырды бағана айтып жатсыз, құмын басқа жақтан, ана несін басқа жақтан 3 түрлі топырақ қосылады. Бірақ бұл Сарыағашта істелу керек екен да. Басқа жақта істелмейді екен. Тандыр Сарыағашта істелсе, уже басқаша, дәмі де басқаша болып шығады екен да. Енді осының басынан бастап процесін айтып жіберсеңіз, қалай істеледі, қалай не қосылады бұған? Мысалы, адамдарға қызық қой енді, басынан істеліп жатқан кезде қалай істеледі, бұл қандай құмдармен, или ол құпия ма? Жоқ, құпиялық жері жоқ оның. Оған жаңа айтқандай, ол топырақты сізге бүйтіп көрсетуі мүмкін, бірақ түсіндіріп бере алмаймын, потому что оны міне 2-3 түрлі топырақтан болады в основном. Сонымен ол топырақ иленеді, лай қылып. 3 түрлі деген қандай топырақ ол? Қызыл топырақ болады, кейін саз топырақ болады дейді. Саз топырақ. Саз топырақтан құмыра істейтін. Иә. Сол құмыра істейтін топырақ сіз айтқандай. Оны Қазығұрт жақтан алып келеміз. Камазбен сөйлесіп, және өзіміз әкеліп жүрміз. 3-ші топырақ. 3-ші топырақ ол обыкновенный, не дейді, әшейін топырақ болады ғой. Одан уже огородта. Иә, огородта. Одан процент қосылады, түсініп жатсыз ба? Енді процесін айт деген кезде мына кісі шыдай алмай кетті деймін. Иә, ұста осы да нешесі? Ұстаға осы кісі деген, ана жер тіпті ана несі, енді каждый ұстаның өз несі болады, істеп жатқаннан кейін несі қосып кетті. Өзіңіз бастап айтып берсеңіз, есіміңіз кім болады? Есім Зафар болады. Зафар, Негізі бұл топырағым мұны ұнды 1-ші сорт, 2-ші сорт, 2-ші сорт деген сорты болады да. Мысалы үшін бұның 2-ші сорт топырақлары бар. Мысалы үшін 2-ші сорт топырақтан қысаңыз бұл тандыр. Ол топыраққа қаппен сатыла ма сонда? Қазығұрт бар, қыр. Таулы жайда болады. О 2-ші сорты болады. О 2-ші сортыға шөп 2-ші сортын араластырмасаңыз, мысалы үшін 2-ші сорты өзіден жасасаңыз тандыр. Оныға майшып кетеді. Мысалы үшін ол отқа шыдамайды. 2-ші сорты өзі мысалы үшін отқа шыдамайды. Енді оны араластырғаныңыздан кейін бұл отқа шыдаш керек. Бұның ішінде алау янады. Кесек көшмейді. Мысалы үшін мұны азы 2-ші сорт мұнға әшін топырақтан қысаңыз да болады. Лекін ондан кесек беріп барады. Біз оны барлығына өзіміз пробадан өткізіп тұрып, кейін жасалады. Ол тандырды екен. Мысалы үшін біз 10-15 жылдан беріп, бір топырақты аламыз да. Негізі тандырымыз кәсітуасы жақсы да.
Өзбекше сөйлеу удобно болса, сізге ыңғайлы болса, өзбекше сөйлей беріңіз. Өзбекше. Переводчик бар. Переводчик бар. Енді достар, мынандай ғой, менде алдыңғы видеоларда сұхбат Өзбекстанда болды. Сол кезде ана кісі сөйлеп жатқан кезде мен бір жағынан аудармашы болып тұрдым да. Бұл кісінің айтып жатқаны, бағана құм қазығұрттан алынады дейді да, ол топырақ. Ол топырақтың өзінің ұн сияқты бірінші сорт, екінші сорт деген сияқты болады екен. Соны бірінші мен екіншіні араластырып сөйтіп істейді екен. Если өйтіп араласпайтын болса, мына тандыр майысып, былай өзінің несін тепе-теңдік ұстай алмай сөйтіп сынып кетуі мүмкін, Көп жарылады. Мысалы кетуі виши сорт топырақ ярылады да, көп ярық көбейіп кетеді. Нан сияқты екен да бұл да. Негізі нанға да, мысалы, тек қана бірінші сортпен істемейді, ол кішкене араластыратын болады. Сол кезде уже әдем болып шығады да нан. Өзі топырақ мына мысалы ұнды бары umuman айырмашылығы жоқ. Мысалы үшін новочлар қандай қылып илесе, мысалы үшін хамырды қандай илесеңіз, бұны ham xuddi дәл сондай илейсіз да. Илегені қалай бұның? Басында мысалы топырақта араластырып алдыңыз, мына жақта араластырамыз онда? Жоқ, өзі негізі енді бұл жақта алды араластырып бізге тек бұл жаққа шығарылады. Бұл жақта шу просто араласып шығады. Кейін біз оны шу аяғымнан басып, теуіп, основной жүн қосамыз, шу атты қылыны. Көрсетіп жіберейік мына жақтан. Как есть қой, қалай істеліп жатыр, солай ғой. Баяғыдан жүн қосылатын еді ғой вообще. Бұрын қосылатын еді. Біз кішкентай кезінде әйтеуір апалар бүйтіп есесіз танимыз, апалар қылатын еді ол нәрсені, Енді дамып кеткені осы ғой енді. Нұрдәулет қосылды ғой камера. Енді мына жақта тандыр жартысына дайындап қойасыз. Осыны былай қосасыздар ма? Иә, қос. Үш бөлек болады. Үш бөлек болып. Басында негізі былай мындай келген да. Мына бүйтіп көрсетіп жіберейік. Негізі Зафар ака, мынандай ғой, бірінші былай істеледі. Лай дайын болғаннан кейін лайды илеп қоясыздар, содан кейін өстіп жайып қоясыздар. қоясыздар. Ұзын илан сияқты қып, бұны басып шығарылады. Бұл қатып кетпеу керек. Қатып кетпей жатып, уже несін формасын келтіріп аласыз, андай сияқты. Өстіп тұрған лайды, мысалы, илеп қойды өзінің несімен. Сөйтіп, маған қазір жүн араласқан ба, араласпаған? Араласқан. Илеп атқан кезде уже бағана нелер қосылады. Не қосылады ішіне? Машы атты ялыны қошамыз да, біз основной атты ялы да бұны. Жылқының жалыны қосылады екен. Бұнысы кенеп дейді, бұл әлі арқан болады, алдын кенепті арқан болған, қап қылынған, сұндайларды енді атқоты. Бұл өзі бұл... Не сонда бұл вообще? Кенеп деп айтылады. Кенеп. Астанадан біреу бізге салып жібереді. Бұл типа чук сияқты бүйтіп анандай неде болады. Бір алдырғанда... Неден істейді бұны? Бұны білмеймін, неден істейді. Бұл қанар қапты көргем, сары қаплар болады, бұрын қаплар. Соларды атқоты да, бұл өзі негізі бұны жип қылады, атқоты. Бұл не үшін? Бұл тандыра қосылады. Связканы үстейді да. Мысалы, лайларға сабан қосатын еді ғой, сол сияқты связка болады. Біз соған қосамыз, бұны. Аппаратымыз бар, аппаратта тітады өзі бұны. Бұл Астанадан келеді сонда, өзімізде жоқ па? Бұнда Астанаға, Россияға біреуге келеді, біреу арқылы таныс арқылы, олған келеді, ол бізге жібереді, түсініп жатсыз ба? Бұл бізде жоқ. Россиядан Астанаға келеді. Астанадағы адам бияға жібере ме сонда? Потому что өзіміздің Россияда болады екен, сұрыстырып, және сұрап, мен алып берейін сіздерге деген сияқты, кейін сол адам арқылы алдыратын болғанбыз. Мына аттың жалыны, оны маған көріп отырмын, бүйтіп тоже майдалап, сөйтіп бұл да қосылады, екеуі араласып. Бұл неге? Мынандай болып, связка болу үшін. Связкасына үшлейді да. Бір-бірін ұстап тұрады. Нанның пісуіне бұл не ма? Жоқ. Қатысы жоқ. Бұл қазір тандыр жағылғанда, например, сыртына шыққаны, бағана түтетіп жағып қойғанбыз ғой, ол уже жанып кетеді, түсініп жатсыз ба? Просто арасындағы, лайдың арасындағы қалып лайды ұстап тұрады. Бұл от yanғаннан кейін ішінде umuman бұл қалмайды. Ішінде yanғаннан кейін бұл мысалы үшін қалпыл бәрі бұл әшін мысалы үшін бір машинаға саламыз, адам көтергенде, мысалы үшін установка қылып жатқызай тұрганда, бұны главный шунда керекли нәрселер да бұл. Кейін оны от yanғаннан кейін бұлар қалмайды, ешқайсысы анасы янып. Тандырдың қызуына не көмектеседі?
мысалы жағып қыздырып алып негізі көпке дейін қызып тұрады ғой ше. Ол не ұстап тұрады соны? Ай жағы дайын не дайын тандырды, мысалы самса істеп жатқан, уже істеліп жатқан тамырды ішіне от салып неғылып қыздырғаннан кейін негізі көпке дейін ұстайды ыстығын ше. Иә. Сонда осылардың бір көмегі бар ма негізі? Или ана құмдар ма? Бұны енді тандырды өзі ham ыстық тұшылап тұрады, кейін тандыр құрылғаннан кейін o'sha кирпич, лай кирпич қойылып, термос сияқты ishlanadi. Ясно. Ана жерді көрсетіп жүрдік, уже мына нені илеп, бағанадай лайғы бағаннан кейін, уже мына жаққа кетеді. Негізі бүйтіп бәрі подробно көрсеткен жақсы да. Бағанағы мысалы лайды ұстаға өзіңіз. Бұл бірінші бөлегі болады. Бұны бірінші бөлікті ішлеп алғаныңыздан кейін, мысалы үшін бұны сразу ішлеп кетіп болмайды. Мысалы үшін бір күн, екі күн тұрады, ана ерді бір күн, екі күн тұрады, өзіні мысалы үшін раса қатып ам кетмеш керек, жай жұмшаған болып қалмайды, өзі көтередіген болады, өзіні көтергеннен кейін бұны қоямыз. Енді бұл қатқаннан кейін бұны тепасыға қойылған жүкті бұл мұны көтередіген болғанда тепасыға қоямыз да. Мынаған төбесіне қойғаннан кейін қалай жалғайсың қазір? Қойғаннан кейін бұл енді топырақ болған лай болғаннан кейін суымынан өзі инструментлеріміз бар, өзі ұрғанды өзі жалқап жауыстырып жауыстырып барады. Бұл қазір істеп жатқан тандырда мынау сияқты болады ғой, иә? Бұдан көрі сәл кішірақ болады. Бұл мысалы үшін бұл 100-дан ашық нан кетеді да, бұлар мысалы үшін 60 далаға бар, 70-те кетедігені бар. Клиент қайсыша айтса? Мысалы заказ болған кезде ғана жасайсыздар ма, или жасай бересіз? Постоянно жасап қоямыз. Любой время ол клиент келеді, клиент күтпеу керек, потому что пекарнисы бар адам, любой күні бұл лай. Мұны 6 ай, 1 жыл істетіп, ол любой күні сәл тозып қалуы мүмкін. Сол үшін біз постоянно запаспен бізде болады. Клиент келгенде, ол клиент бір апта, біз айтқандай, 3 күн оны пісіруіміз керек деп клиент күтіп отырмау керек, күтіп отырмайды. Біз запасымен істеп қоямыз. Айтып жатырмын ғой, сезонда бізде мына жерлеріміз толып кетеді. Ол тұрса, ешқандай зияны жоқ. Ол кеуіп әдемі болып тұра береді. Клиент келеді, ұнатады, маған 80 нандық, маған 100 нандық деген сияқты. Объемына байланысты кете береді. Бізде әртүрлісі болады. Мынау 80 нандық, мынау 100 нандық, мынау 50 нандық деген сияқты клиенттің сұранысына қарай алып кете береді. Енді мысалы айтып жатсыз ғой қазір алып кетеді деп. Мына тандырды сіздердің алып кеткеннен кейін, оны басқа неге барып, қалай установка істетіп беретін бар ма адам? Установка істеп бередіген адам бар, мысалы үшін установкасына. Мысалы үшін тандыр пекарня істетіп жүрген адам уже бұл нәрсені полный түсінеді, ол жұмысы ол, например, да. Тандыр алғаннан кейін ол біреулердің болады өзінің таныстары құрып беретін таныстары жоқтар, осы менің балам, мынау менің інім, осылардан құрып бересіңдер ма деп келіссек деп келсек, уақытты болса, бұлар құрып береді. Заказымыз көп болып жатыр, уақытымыз жоқ. Жоқ, біздің қазір в данный моментте уақытымыз жоқ деп айтылады. Негізі құрып та бере береді. Негізі мен бағана айтып кеттім ғой, өзім жолдас балам інісі тандыр алған екен. Енді қатты бір хабары жоқ, негізі бізді көмекке шақырды. Көтерісіп, ана түсіруге да, үйіне келдік, 7-8 баламыз, ана үлкен тандыр екен. Жан-жағына жіппен болып, ана газелден түсірдік, түсіріп үй жағына келіп, енді ана неге бүйтіп уже қойып, майстра деген өзінің орнына келді. Сөйтіп атқан кезде ана кішкене қопарылды, ана полный түсіп кетті ғой. Кішкене қопарылса болды екен да, түсіп кетеді екен. Установкасына да байланысты да. Оны пәленбайымның ақша алғаннан кейін, оны өзінің орнатып беретінде адам болу керек та, түсінетін адам. Кез келген адам бұны құра береді. Енді мұны ката тандырларды бұны новойчылар ham yotqiza olmaydi o'zi. Negizі novойчылар ham misol uchun buni siz yotqizay turganini misol men oldin qurib yurganman, 5 marta qurganman, 10 marta qurganman deydi, lekin mana uni yotqizishga kelganda baribir buni yotqizish o'ng'ay emas. Bu misol uchun 600 kilo, 700 kilo bo'lib ketadi. Og'irlik, salmoq. Buni misol sразу yotqizdingizmi? Misol men bittani где-то bir 3-4 minut, 5 minut vaqtingiz ketadi shunday og'darishdi o'ziga. Shuni o'zida yotqizib,
nima qilib yuborishimiz kerak. Hali bilmaydigan odam 5 bo'lsa, minut ketpedi ау деймін ана жерде. 1 сағат алыстық қой ана жерде. Былай тап деп. Мынау құрып жүрген балдар именно жатқызып жатқан Уже кезде опыт бар қай да. жерде тандырдың бір бұрышына нагрузка түсіп қалмау керек та. Резко бет жатқызу керек оны біліп жүрген, құрып жүрген адам істейді. Сол кезде Бір білем, бұрышқа нагрузка түсіп қалса, сіз айтқандай бір жер жарылады да ол құлайды. тепе-теңдік ұстай алмай қалдық па, сондай болды да. Сөйтіп ана жеріне салмақ түсіп кетті да, бұрышына келген кезде ана кішкене бүйтіп трещина болды да кетті ғой, бүкілінесімен. Ана алып келген баланы білемін да, заказ қылған. Түріне қарап тұрсың ғой. Дәл менің қасымда тұрды ананың түрі. Енді айта алмаймын. Дұрыс қой, Алла жеңілдігін берсін. Енді қазір бастап істеп жатыр ол да кәсібін. Сіздерден де алатын шығар тандыр, неге осы жақтан алып кеттім деген еді сол кезде. Енді тандыр алып кетті. Ол тандырда қанша нан жабылады? Қанша айдан кейін сізге заказ береді мысалы? Мына тандыр уже кетіп жатыр, қайдан білсе болады оны? Ескіріп жатыр. Істетуіне де байланысты. Және науайшылар істетуіне байланысты, мысалы үшін. Кейін қанша объем жауына байланысты ол. Болады, например, не деп айтсам екен сізге, күніне бір 2 қап, 3 қап жұмыс істейтін жерлер, тандырлары 1 жылдап, 2 жылдап шыдайды. Күніге 10 қап, 15 қап жауатын жерлер болады. Магазиндерге өткізетін бар. Оларда уже үлкен не ғой, объем. Объеммен. Уже тандыр тоқтамайды. Қанша көп жауылған сайын тандыр сонша кете береді, тоза береді. Тозғанда ол 1-2 айда емес. Тозғанын қалай білесіз оны? Жауып жүрген адам өзі біледі. Ол уже сәл кесек ери бастайды, ойылып түседі, потому что бұл лай. Бұда цемент деген нәрсе жоқ, бұл лай. Нан қамыр жапсырған сайын бұл неге жапса береді ғой? Бұл кемінде 6-7 ай шыдап береді, қанша объем жауса да. Ары қарай уже бәрібір тоза бастайды. Киім де тозады ғой, сол сияқты нәрсе. Объем үлкейе берсе, тандыр тоқтамай жағылып не бар ғой, 2 смена істейтін жерлер бар. Күндіз, түнде істейтін сменалар бар. Тандыр тоқтамайды уже. Ол уже ертерек тозады ол. Ол бар нәрсе жаңағыдай. Ол уже жауып жүрген адам бар ғой, именно осы нанмен айналысқан адам бітіп, тандырды қарап, тандырым тозып жатыр екен, мен барып әрекетімді қылып қояйын, жаңағыдай мына күнге мен тандыр құрамын деп жобалап уже несін біле береді. 2-3 күн алдын заказ беріп, уже келетін уақытысына. Тандыр тозған күні оның жұмыс тоқтап қалады. Ол уже тандырға бітіп, қарап, тандырда 15-20 күн алдын әрекет істей береді. Мынау тандырым жаңалауым керек, мынау пока істеп тұрады, мына жанына мен новыйды қоюым керек, потому что жұмыс тоқтап қалмау керек. Сол сияқты айналып, ол жұмысын істей береді. Осы кәсіппен айналысқан адамнан. Енді мына ішіне де газды установка қылып бересіздер ме, или оны алып кететін адам өзі істей ма? Көбісі қазір газбен істейді. Мысалы, көмірмен, немен, ошақ отынмен жабатын адам қазір енді аз сияқты. біз мысал үшін барып өзіміз установка қылай деген болсақ, өз таяр горелкасы болады. Мысал үшін біз сварка ішіне қылмаймыз, лекен таяр горелка шында қойылады. Ол сварщик ұяғыны сварка улайды. Бұл астыны біз ұша сварка іші қалады енді. Мысалы турбаға улайдыған, нема қылайдыған жойлар. Қазір енді бағана айтып кеттім, тандырға піскен нан дәмі басқаша болады негізі. Қазір тандырдан тек қана нан емес, гриль де істеп жатыр. Самса да жауып жатыр. Самса да пирожки сияқты кетіп жатыр ғой, самса бағана жолдан өттік. Бәр нәрсе қазір тандырда деген өзі, дәмін өзі дәм басқаша болады. Не болса да, сіз айтқандай тандыр тауық та шығып жатыр қазір, мысал үшін. Енді өзіміз Өзбекстанға тойға бардық, қыдырып, например, сол жерде мен көрмегенімді, осы балдар қонақ бәріміз бірге бардық, тандырда пісетін балықты жедік. Тандыр балық деп айтылады екен. Балықты тандырда. Енді оны айта алмаймын, вообще күшті. Бізге әлі ол жетіп келген жоқ. Құда қалса онда бақсақ. Бізге жеткемесе, онда өзіміз жетіп барақ Өзбекстанға. Тандырда піскен балықты енді мен, бізде мынау балық дегенді ашим неге қорба, анау енді соктармен әдем болады екен. Тандыр негізі бәр нәрсе тандырда не піссе дәмді бола береді екен ғой ойлап. Бізге негізі көп нәрсе жетпеген ғой. Соны қашан жетеді деп күтіп отырмай, өзіміз әкеп жеткізу керек та оны. Мысалы мен бір жақта көрдім, донер да. Донер ішінде балық болады екен. Қазір көбісі тауықпен или еттен істейді ғой. Ананың ішінде балық қуырылғаны бар да. Енді қашан Өзбекстаннан жетеді емес, өзіміз жақсы идея негізі балықпен деген әдемі.
дәмін жеп көру керек екен. Енді мына онда бастаймыз деп жатырмыз. Сол кезде сізді шақырамыз, сол кезде болды, Құдай қаласа. пісіріп, Ондай тамақ жеу болса бірінші өтіп келе ма? Құдай қаласа. Орза бітіп алсын. Мынаны түсіндіріп жіберсеңіз, мынау да тандыр ғой, Bu da tandır. Bu samsaniki. Nanda jovsa bo'ladi. Misol uchun odamlar uyiga olsa ham bo'ladi. Buni misol uchun uyimda o'zim bir 10-15 ta samsa qilib o'zim yopib yeyman degan odam bemalol olib ishlatsa bo'laveradi. Biznesga bo'lmaydi biroq bu. Biznesga ham bo'laveradi. Qancha ketadi ishni? Samsa, non bo'lsa. Non bo'lsa bir 6 shtuk ketadi, samsa bir 20 ta samsa ketadi. Misol uchun buni qirg'a olib borib, bir mashinangiz orqasiga savolasdan mayovkaga olib borib, o'zingiz shashligi. Salmog'i qancha bu? Salmog'i nima bo'lmaydi. Qirg'a apparatini deymiz o'y. Yo'q, bu hozir nima deydi, hozir ho'l bo'lib turibdi-da bu. Qurigandan keyin, Non bo'lgandan keyin kichkina salmog'i avriladi. salmog'i bo'lsa bir qancha bo'ladi? Salmog'i ko'tariladigандай bo'ladi уже. Rosa bo'lsa bir 70-80 kilo bo'ladi. Undan ham oz bo'ladi bu. Bemalol 2 kishi ko'tarib mashinaga solasiz. Javotin Hamma narsasi qopqog'ida hamma yo'g'i bo'ladi. Endi hozir bular Seperga endi ishlab boshlayapmiz. Telefonda bor edi qo'y sizga Zafar. Hali ha, ular bor, undan tashlayveraman. Javodan ulkandab, ya? Yo'q, ikkovi bir. Bular razmeri bir. Buni уже dayindab pishirib qo'ygansizlar ғой. Buni endi endi mozaika qilamiz buni. Mana ularni kraska qilinadi. Hali ishi bor endi bular. Tayyor tovarni vid qilamiz-da, misol menelarga o'yuvlar, birdengalar qo'yiladi. Tushunukda boshqa olib qo'ysatinlarimiz bormi? Sol endi olsa. Do'stlar, bo'lsa boshidan boshlab oyog'ina deyim бүкіл informatsiyani berdik deb o'ylaymiz. Endi hozir bizni tandir hozir u ko'raydigan odamlarimizga misol uchun oz kam bo'lib turibdi endi nimamiz. Bizniki misol hozir bari o'sha klientga qilinganda, bizniki misol har kuni yasaladi. Misol klientimiz ko'p bizni. Misol kastvasi yaxshiligi uchun misol klientimiz nimamiz ko'p. Garantiya bor, Garantiya 100% garantiya beramiz tandirlarga. Do'stlar, o'sha kishilarning nomerini qoldirib ketamiz. Videoning ostuna topshirish beradigan bo'lsangizlar, любой момент звондап, o'zi fotosini jibirib WhatsAppga qanday tandir kerak bo'lsa, misol bag'an aytib o'tir. 70lik, 50lik qanchadan siyat bo'lsa, любой narsani tandir isteb beramiz deydi. Qanday o'zlaringizning zakazlaringizga байланысты. Biz aytamiz bag'ana. Mana qancha non siyat dedingiz? Bunga 110 ta ketadi. Qancha ketadi zakaz? Bu shu abayga bu zakazlarimiz. Eng uzoq ketgan zakaz qayerga ketdi xala? Eng uzoq ketgani Rossiyaga, Ukrainaga doğru ketkizdik. Endi mana urush bo'lgandan keyin bu yoqqa jo'natmay qo'ydik. Ukrainaga ham jo'natib yurdik, misol uchun tandirda. Rossiyadan kelib o'sha furaga yuklab berib yuboramiz, misol uchun. Nomerlarni qayerdan topib o'tir? Imana sizlarda tandir istevator deganda qayerdan biladi? Bizda sizdan oldinda bizda Sat kanalida kelgan. Sat kanalida bir keza bir ayol menga xabarlashib janagidek, "Siz tandirning nesini o'rensek qalay bo'ladi?" Ol o'zi neda turadi ekan. Taxta dedi. Ko'kshetoqma birdenga solmen o'rensek, solmeni biznesda. Пожалуйста, kelin o'reniz dedim. Ondayda bo'ladi sizda. Ondayda bo'ladi. Siz platniy ne qilasizlarmi, o'retaysizlarmi deydi-da. Men tegin ishtingiz yo'q. Platniy kelsa, o'retaman degan siyaqti ne bo'ladi? Biz so'zning oshig'i negida bizda endi mana klientlar mana qiladi, mana gapingizni bo'ldimi? Misol uchun siz olasiz. Misol uchun tandir yaxshi chiqdimi? Siz novvoychisiz yo somsachisiz, sizni tanishingiz novvoychi somsachi bo'ladi-da. Siz birga bir yerda o'tirasiz. Hozir Telegram'i bor ularda. Barini misol uchun Telegram'i bor. Qayerda tandir kastvasi yaxshi deb so'raydi bir-biri, qayerdan olding deydi. Misol uchun shundan bizni klientlarimiz misol uchun o'sha bir pashti 10-15 yildan beri kelgan odam o'sha 1 yildami 2 yildami tandiri tugaydi, yana обязательно o'zimizga keladi-da u. U boshqaga ketib qolmaydi. Kutadi misol uchun kelib misol 10 kun, 15 kun nomerlarni qayerdan oladi deganda, ya'ni siz samsachsiz va siz tandir qilsangiz, siz bir yerda yangi qilsangiz, sizdan samsach so'raydi. Najerdan oldim tandir, najer yaxshi. Siz damb ketaveradi ekan, va tovaring yaxshi bo'lsa, jangandek ne ketaveradi ekan. Sapasi yaxshi bo'lsa, sapasi o'zining nesine javob beriladigan bo'lsa, kачествосini. Endi do'stlar aytayotgani ne go?
қазір енді дамыған заман, интернет дамыған заман, Инстаграм бар, ТикТок, бағана өзіңіз айтып отқан Телеграм, WhatsApp, енді сіздер жақта WhatsApp онша қатты қолданбайды, бірақ Телеграмда мен өзім не деді отырамын, самсовоз деген бар, пекарный, нан жабатын, соның бәрі отырады. Бірін таниды, біледі, жазбаса таңдар қаяқтан алып, сіздің номеріңіз кетуі мүмкін. Бірінен бірге кетеді уже. Жақсы, әдемі. Енді достар, мына үйренемін десеңіздер таңдар істеуді. Осы кісілердің номерін қалдырамыз. Или болмаса заказ берсеңіздер де осы кісінің номерін қалдырамыз. Қанша уақыт болса да енді басталып жатыр ғой негізі жұмысы. Звондап, всегда есіктер всегда ашық, келіп үйреніп кетіңіздер, заказ беріңіздер. Өзінің сапасына несіне жауап береміз деп жатыр. Көрейік, Құдай қаласа. Жақсы, сіздерге рахмет, алтын уақыттарыңыз бөліп, осындай тиімді ақпаратпен бөліскендеріңізге. Келеміз, Құдай қаласа. Маған пісірем дедіңіздер ғой, оны обязательно мияғымды сақтап қалдым да. Құдай қаласа, мәне келе бересіз. Рахмет. Самсаны мақып. Қандай самса пісірейін достар бұл кезде? Самса емес, балығына қызық. Балық. Ол вообще айтып жатырмын, мен өзім дәмі аузымда қалды, үйге келіп қоймаймын ғой. Тандыр өзімізден, біздің қолымызда бұл нәрсе тандыр. Тандыр балық ашаяқта бір жерде, кафе ашаяқта. Сол Өзбекстанға барып, балам айтам, сен бар. Оған о жерге сөйлесек, ақша беріп үйренейік. Мысалы өзіміз сияқты келісейік, платный үйретіңіздер деген сияқты. Біздің Қазақстанда істейік сол нәрсені. Үйреніп кел. Именно ол жерден адам әкеліп істет емес, өзің үйреніп кел да. Өзің істе өзіміздің неде деген сияқты. Сол кезде ақша өзіңізге қалады да. Қызығып, Құда қаласа, оны енді Алла бұйыртса, Құда қаласа, ниет бар. Болды, Құдай қаласа ниеттеріңіз жетіңіздер. Рахмет. Сіздер ниеттеріңіз жетсеңіздер, бізге балық жеп кетеміз. Шақырамыз. Бір уәде қан едік қой сізге тандыр балық. Келіңіз енді сан бір жеп кетіңіз деп Құдай қаласа шақырамыз. Болды, жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Жібектен, Сау болыңыз. Өзім ұрам ғой. Мысалы үшін бұл ұрылғаннан кейін мұны осы іші де жүреді. Бұл сырты да жүреді. Мысалы үшін ондай ұрып, бұны преслейді шындай тандырды. Болды, әкел. Болды. Нан бетіп қояды. Нан ұрама бетіп. Бір аяғыңызды ішіге сауа. Ой, ондай жұмыс істемеген көп қапты. Сәке ұралым. Ортасынан ұрсаңыз. Бастадың ба? Кет. В общем, достар, оңай жұмыс емес екен. Оңай жерде нан жоқ қой негізі. Осы бағана айтқандай номерге звондап хабарласыңыздар, осы кісілер жеткізіп береді, установка да істеп береді. Керек болса келіп үйреніп кетсеңіздер де болады. Қош, сау болыңыздар. Тоқта. Қазір жолдан именно осы тандырдан істеп атқан самсаны көрсетеміз қазір. Ол да қызық болады деп ойлаймын негізі. Кеттік онда.